Сәлеметсізбе? Мен Ақтөбе Құрылыс-монтаж колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәні оқытушысы Махашева Нұргүл Сергеевна. Сәлеметсіздер ме? Мен Ақтөбе Құрылыс-монтаж колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Қорқыт Ғазиза Қуандыққызы. Бүгін біздер орыс топтарындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен Дулат Исабековтың «Әпке» пьесасы бойынша өткізілген сабақтың оқыту әдістерімен таныстырамыз. Сабақтың мақсаты берілген дәйек сөздерді, үзінділерді қатыстыра отырып, онда көтерілген мәселелерді анықтайды және кейіпкерлердің шынайы мінездерін қоғаммен байланыстырып көрсететін болады. Топта психологиялық жақсы ахуал туғызу үшін білім алушылар бір-бірімен орыс тілінде, ағылшын тілінде, неміс тілінде және де тағы басқа тілдерде бір-бірімен сәлемдеседі. Жаңа сабақтың тақырыбын ашу үшін ой қозғау әдісі пайдаланылады. Білім алушыларға әр қатарға әріптер жазылған үлестірмелер таратамын. Оларды ретімен қойып шыққанда жаңа сабақтың тақырыбы шығады. Дулат Исабеков «Әпке» пьесасы. Келесі оқыту әдісінің бірі кластер құрастыру. Білім алушыларға Дулат Исабековтың өмірі мен шығармашылығы туралы презентация таныстырылып, сол бойынша түсінгендерін кластер арқылы тұжырымдайды. Келесі оқыту әдістерінің бірі ізденіс стратегиясы. «Әпке» пьесасы бойынша үзінділерді рөлге бөліп оқиды. Келесі кейіпкерлерді тауып, туыстық қатынасын ажыратады және қарамен жазылған сөздердің мағынасын ашады. Келесі оқыту әдістерінің бірі жаңа сөздермен танысу. Яғни білім алушыларға орыс тілінде жазылған сөз үлестірме қағаздар таратылады. Олар баламаларын, яғни аудармаларын табуы керек. Келесі оқыту әдісі пікірталас әдісі. Бұл өтілген тақырып бойынша бақытты қалай түсінесің? Топтағы білім алушылар өздерінің ой-пікірлерін білдіреді. Келесі оқыту әдісі пікірталас әдісі. Өтілген тақырып бойынша бақытты қалай түсінесің? Білім алушылар өз ой-пікірлерін білдіреді. Бекіту. Дулат Исабековтың «Әпке» пьесасы бойынша көтерілген өзекті мәселелерді анықтай отырып, бір-бірінен сұрақ құрастырады. Үйге тапсырма. Дулат Исабековтың «Әпке» пьесасын оқу және «Менің бақытты отбасым» тақырыбында эссе жазу. Бүгінгі өтілген тақырып бойынша білім алушылардан кері байланыс алынады. Үлкен шеңбер әдісі бойынша білім алушылар дөңгеленіп тұрады. Білім алушылар оқытушы қойған сұрақтарға жауап береді.